Бұл жерде мен айтқым келетіні бұл Реал Ман Сити деген ойын ғой негізі. Не болады бұл жерде? Қайттан очки киіп келесің ба, не істейсің? Енді мен білмеймін, енді очки болды, бір кидік, одан кейін Сити камбэк жасай ма міне осы жерде? Чаттағылар не жазып жатыр? Олар вообще үнсіз, олар бітті, келесі қарсыласты ойлап жатыр. Баварияны ма? Сенбеймін. Ситиға сенбейсіз. Камбэктің иісі шықпайды, өйткені мынау Реал, сіз айтқандай. Біз енді шыны керек көп маған елер хейттер жазды, сен неғып бүйтіп Реалды нетесің, төмендетесің, сен фанат емессің деп ше. Мен айтамын да, ол мәселе фанаттықта емес. Ол кездегі Реал енді кім білді Вальверде сөйтіп бәрін кететін. Енді сол сияқты қазір мынау мен айтқам, егер де бұл Ситиді өтсе, мына ойын өтсе, ары қарай Реал ары қарай өз алып кетеді. Сол себепті менің ойымша Ситиге бұяқта сәл өкінішке орай үміт жоқ. Сосын не деймін да, анау Ситиді жеңді ғой енді. Арбиолованың бір басы көтеріліп қалғандай байқамайсыңдар ма? Уже чемпионатта жаңағы анау Абырой бар. Иә, абырой бар. Питарстан басқа бізде де не академия бар екен ғой деп ана Моран, бірнеше в общем сол біз танымайтын жас балалардың бәрі. Гүллердің голы не болып жатыр дейсіз? Ой, Гүлер болса бітті ана жерде. Сол сияқты Гүллер негізі өткеннен бері ұрып жүрген алыстан. Қазақша түсінеді ғой. Біздің ұстап көреді екен негізі. Біз сынаймыз ғой оны. Чаттағылар айтып жатыр ма? Чаттағылар жайлап Соққын керемет екен деп деңгейіне келе жатыр да. Молодец енді, ойнасын, көрсін. Ана голы енді шедевр. Енді бұл жерде мынау Манчестер Сити өз алаңында ойнайды ғой. О жақта бізден біреу кетті. Сол себептен бүгін олар ортамызда жоқ. Әлімжан мен Олжасты біз жібердік Англияға. Біреуі Челсидің ойынына барады Лондонға, біреуі Этихадқа Манчестер Ситидің ойынына барады. Олар бүгін пресс-конференцияға қатысты ғой, Луис Энрикені көзбен көріп жүрді. Дембелені көрді. Әлімжан Челсидің ойынына, Олжас Манчестер Ситидің ойынына барады. Және олар сол жақта дайындығын көріп, пресс-конференциясына қатысып, кәдімгі мәз екезу екі құлағында көре алмай өтсін. Деп. Эмюдің машина барды кеше. Эмюдің машина барды. Вот соны көре алмай қалдым мен енді. Сондықтан да біз достарымызға сәттілік тілейміз. Бізге сапалы контент ұсынады деген сенімдеміз. Бүкіл Фон ТВ-ның Instagram, Telegram бүкіліне тіркеліңіздер. Сол жақта эксклюзив видеолар салып тұрады. Сәттілік достар. Енді олар барған жерінде бізбен байланыста жүреді ғой. Енді мынау Этихадта жүрген Олжас бізбен тікелей шығуға дайын болды. Манчестер Сити туралы не ойлайды екен? Ремонтада камбэк бола ма екен? Пресс-конференция қалай өтті, тренировка қалай өтті екен, соны сұрайық. Олжас